Армысыздар, Қазақпарат алаңында біз бүгін латын әліпбиі туралы сөз қозғайтын боламыз. Өздеріңізге белгілі 2025 жылдан бастап еліміз толыққанды латын әліпбиіне көшетін болады. Бұл жұмыстар қалай жүріп жатыр, ілгерілеу бар ма? Алдағы уақытта латын әліпбиінің толық нұсқасы мақұлданды ма? Осы және өзге де сауалдарымызға біздің студиямызға арнайы қонақтарымыз келіп отыр. Өздеріңізге таныстырып өтейік. Мәдениет және спорт министрлігінің тіл комитетінің төрағасы Әділбек Қаба және тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының атқарушы директоры Ербол Тілешев мырза. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Енді алғашқы сауалымызды Әділбек Күнесханұлы өзіңізге қойсақ, жалпы қазіргі уақытта білесіздер, заман ағымына қарай мынау әлем елдерінде латын әліпбиінің мүмкіндігі артып келе жатыр. Оған дәлел осы өзіміздің бауырлас түркі халықтарында да латын әліпбиін қолданыс аясына енгізген мемлекеттерде біршама бар. Енді осы латын негізді қазақ әліпбиін жасау барысында мынау халықтың ұсыныстары назарға алынды ма, қоғамдық талқыға алынды ма, ашық талқылаулар өтті ме, сол жайында айтып өтсеңіз. Жақсы. Ең басты айтатын нәрсе бұл өздеріңізге белгілі. Осыдан бір жыл 2 ай бұрын деп айтуға болады. 2019 жылы жаңағы қараша айында президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы латын әліпбиін жетілдіру туралы тапсырма берген болатын. Осы тапсырмаға орай мына бір жылдан астам уақыт ішінде үлкен жұмыс жасалды. Олардың ішінде мәселен жаңағы өзіңіз айтқандай қоғамның пікірлерімен санаса отырып жаңағындай мынау жаңа әліпбиді талқыладық. Әсіресе ең бастысын айту керек, бұл жердегі мәселе жаңағы бұл әліпбиді тек қана осы ғалымдардың бір жақты өздері ғана жасады деп айтуға болмайды. Бұл жерде бүкіл жаңағы азаматтардың, ғалымдардың, басқа да сала мамандарының барлығының пікірі ескерілді. Сөйтіп бізге сол кезде жаңағы барлығы 40-тан астам әліпби жобалар келіп түсті. Осы жобалардың барлығын біздің ғалымдарымыз кеңінен талқылап, солардың ішіне барлығына жаңағы талдаулар жасап, сөйтіп отырып, бұл талдаулардың барлығын жаңағы өздеріңізге белгілі талдауды жасайтын біздің жаңағы мынау ғалымдарымыз бар. Бұл жерде айта кету керек, мына осы уақыттың ішінде барлығы 70-90 ғалымнан тұратын, 4 топтан тұратын жаңағы орфографиялық жұмыс тобы құрылған болатын ғалымдарымыз. Осы ғалымдар жаңағы мынау бір жылдан астам уақыттың ішінде 8 рет өзінің орфографиялық топтың отырысын өткізді. Осы отырыстардың ішінде жаңағы мынау қазіргі халықтан түскен жобалар бар, ғалымдарымыздың өздерінің жаңағы жасаған жобалары бар, осылардың барлығын кеңінен талқылады. Енді сөйтіп, жаңағы енді халықпенен пікірлесу деген тұрғыдан келеді. Бұл жерде ашық айта кету керек. Осы уақытта біз үнемі жаңағы баспасөзбен жұмыс жасап отырдық. Және жаңағы 2 рет республикалық ашық талқылау өткіздік. Яғни бұл жаңағы біздің мынау ұсынылып отырған әліпбилердің әрбір әрпіне дейін қалай болады, дыбысталуы қалай болады, осы дұрыс па, дұрыс емес па деген нәрсе бойынша республика бойынша 2 рет үлкен ашық талқылау өтті. Одан басқа жаңағы бұл енді талқылау басқа мәселелерде жасалды. Мен жұмыс жаңағы әңгіме барысында тағы да айтармын. Ал енді жаңағы сіздің басында айтып өткен пікіріңізге қарай, мынау енді көршілес елдердің жағы өтіп жатқанын айтып отырсыз ғой. Осы тұрғыда айта кететін нәрсе, бұл мәселен жаңағы қазіргі уақытта бүкіл әлемдегі жаңағы мемлекеттердің 36% бүгінгі күнде жаңағы мына латын әліпбиін қолданады. Енді оны нақтырақ айтатын болсақ, мәселен жаңағы 11% жаңағы оның араб алфавитін пайдаланатын болса, 17% жаңағы мына Қытай иероглифтерін пайдаланады. Сонда біз енді қазір неге кириллицаға жабысып отырмыз ғой, ол кириллицадан шығып кетсе күн көремейтін сияқты болып. Кириллицаны қолданатын біздің ортамыз бар болғаны 4,5% ғана жаңағы халық. Сондықтан да бұл жерде айта кететін бір нәрсе бар. Бұл жаңағы
мына латын әліпбиіне өту арқылы біз не ұтамыз деген сұрақ көбірек туындайды. Осы тұрғыда келетін болсақ, мәселен, өздеріңізге белгілі қазіргі заманда мынау тіпті қарапайым дүниелерді алатын болсақ, бүкіл әлемде қазір егер сіз мына самолетке билет сатып алсаңыз, авиабилеттердің барлығы латын әрпінде. Көзіміз оған үйренген. Мына жаңағы пойыздың билетін сатып алсаңыз да, ол да латын әліпбиінде. Мәселен, жаңағындай мына компьютердің кез келген жаңағы тетіктерін, басқа мәселелерді алсаңыз, онда латын әліпбиінде. Стандарттау жүйелерінің барлығында латын әліпбиі кіргізілген. Сондықтан да бұл жерде жаңағы бұл халықаралық жаңағы мынау қауымдастыққа енуге және соларменен қабыса жұмыс жасауға, мына пошта саласы болсын, басқа банк саласы болсын, тіпті жаңағы мына біздің ғылыми салада болсын, бұл өте жаңағы қажетті дүниелер, және одан біз қашып құтыла алмаймыз. Яғни ғылым тіліне айлану үшін біз осы жаңағындай латын тілі арқылы біз ғылымға бір адым жақындай түсуіміз керек. Ал енді ғылымы дамыған елдерді қараңыз, қандай елдер мәселен. Анау тұрған жаңағы Америка құрама штаттары, Германия, Франция, немесе Швеция, Италия, Швейцария, бұлардың барлығы осы латын жаңағы әліпбиін қолданады. Сондықтан да біз жаңағы бұл жерде одан ешқайда қашып құтыла алмаймыз. Біріншіден, екіншіден біз жаһандануға, дамуға жақындай түсеміз. Ербол Ерденбеков, следующий вопрос к вам. Вот, как будет выстроена работа по обучению населения? Понятно, что школьников, студентов будут обучать в вузах, в школах, а как быть взрослым населением? Для взрослого населения тоже будет разрабатываться специальная учебная программа с учетом их деятельности, их профессий, рода деятельности. И, соответственно, по этой программе будет разрабатываться, издаваться, распространяться учебные пособия, которые сейчас мы 5 учебных пособий уже разработали. Ждем официального утверждения. И этот проект запустим. Это по заявке Министерства культуры и спорта, в частности, Комитета по языкам. Кто будет обучать? Обучать будут учебные центры, которые находятся во всех областных центрах. Их сегодня насчитывается ровно 99. Это с учетом областных и районных, городских таких центров. У этих центров есть методический опыт, методическая практика. Они с 89-го, начала 90-х годов обучают население казахскому языку и другим языкам Республики Казахстан. Ну, конечно, сравнением с обучением языком, обучение алфавита и правил прописания, орфографических правил, они более легче. Почему? Потому что алфавит изучают люди, которые знают этот язык, то есть казахскоязычное население. На этом примере можно показать, что это не занимает какую-то трудность, которую вот население до сих пор, некоторые часть населения не понимают, что вместе реформа языка, все забудутся старые, да, читать никто не будет, да, обучаться будет трудно, там, еще какие там 100 таких причин. Вот первый класс пошел, 6-летний, 7-летний, да, мальчик, девочка, за 2 месяца он уже знает 42 буквы казахского языка, всего 2 месяца, да? А если взрослому человеку 31 буква, из них половину он уже знает. О, О, М, Н, Н. И надо еще подчеркнуть, что все мы хотя бы закончили 9 классов, да? Имеем 9-классное обучение, да? Образование, обучение. До 10 классов мы обучаем периодическую систему Менделеева по химии. Там 120 элементов все на латинском. Обучаем систему Си, да, систему единиц. А это ускорение, М масса, да, скажем, тоже там органическую, неорганическую химию, тоже те же буквы. То есть, кто закончил 9-классную школьную программу, он уже знаком, кто больше, кто мало, кто подзабыл, знаком латинскими буквами. И вот у нас сейчас вокруг мы живем в мире людей и мире, скажем, информации, в мире знаков, да, живем, да, везде. Вышел, едет машина Mercedes, или едет Audi, да, или там указатель улицы, или фирма, написано Nike, или Adidas написано. Все, на какой букву? На знаковой, латинская знаковая система. Поэтому у нас для казахстанского это
не занимает такого особого труда, как вот сталкиваться с такими трудностями, как Узбекистан, Туркменистан. Это 92-93 год был. Такой мировой интеграции не было, да, международных опытов не было. Сравним Узбекистан 92 года, Казахстан 2021 года, да. Велика, разница велика. Велика в том смысле, что у нас в нашем сознании уже разрабатывается знаковая система латиницы. Уже мы автоматически, механически, автоматически, да, стихийно уже мы запечатляем в своем сознании латинские буквы. Со школ, с пространства, да, с улицы. Домой пошел, путь взял, там тоже на латинице. Да. Чайник поставил, тоже на латинице, да. Везде. Паспорт посмотрел, тоже на латинице. Игрушки, там, которые играют, да? Кубики разные, там на фломастерах написано на латинском, на ручке написано на латинском. В общем, везде у нас. Уже мы сейчас находимся уже в пространстве латиницы. Надо это официально оформить, и это станет официальным алфавитом нашего языка. И, конечно, будут трудности. И реформа на это, и реформа, что это уже преобразование, это переосмысление, да, это другой вектор развития, это другие перспективы, другие задачи. И мы думаем, что, находясь в 21 технологическом веке, эта задача вполне решаемая и со стороны правительства, и со стороны народа. Әліпби жасауда қандай принциптер негізге алынды, мынау халықаралық тәжірибелер ескерілді ме? Сондай-ақ жаңа жоғарыда айтқандай бауырлас түркі елдерінің, оның ішінде мынау Әзербайжан, Өзбекстан, Түркменстан, Түркия елдерінің, жалпы тағы басқа әлемдік шетел мемлекеттерінің тәжірибелері ескерілді ме? Сол жоғарыдағы аталған мемлекеттердің тіл мамандарымен кеңестер өтті ме? Олардың әліпби ауыстыру тәжірибесі қарастырылды ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Әрине, бұл мәселені зерделеу барысында біздің ғалымдарымыз әсіресе мына Шайсұлтан Шайхметов атындағы ғылыми практикалық орталық және мына тіл институты ғалымдары көптеген жұмыстар атқарды. Бұл жерде айта кету керек, мына жаңағы әліпби түзуде халықаралық тәжірибелер тереңдей зерттелді деуге болады. Өйткені оған бір жағынан мүмкіндік те болды бір жылдың ішінде. Және ол қажеттілік деп те айтуға болады. Сосын жаңағы енді айта кету керек, бұл жерде әртүрлі тұрғыда зерделенді. Бірінші мәселе, біз мына жаңағы Әзербайжан, Түркия, Ресейдегі жаңағы түркі тілдес халықтарымыз бар. Барлығы 9 елдің жаңағы азаматтары, ғалымдары жиналған үлкен жаңағы конференция өткіздік. Ғылыми жаңағы конференция өткіздік. Ол бір емес 2 рет өтті. Ол 2 конференцияда да кәдімгідей осы әліпби жасау тәжірибелері талқыланды. Олардың ғалымдары кәдімгі онлайн форматта болғаннан кейін жаңағындай баяндамаларын жасады, өздерінің әттегенелерін айтты. Жаңағы өздерінің бастарынан өткен, оларда да мысалы 1 реттен, 2 реттен қайтадан қабылданған жағдайлар болды. Тіпті жаңағы осындай реформа барысында өздері мынау әлгі ұлттық әріптерін жоғалтып қойып, содан кейіннен қайтадан реформа жасап, қайтадан жасауға тура келген жағдайларын айтты. Мәселен, тағы да бір мәселені айтып кетуге болады. Осы жерде мына әріптерді ұсынған кезде, мынау біздегі мына қазіргі жазып жүрген Ö, О, Ö, Э деген әріптеріміз мәселен ол кириллицаға жатпайды ғой, кириллицаның ішінде жоқ. Енді мысалы оны кезінде жаңа біздің мына тіл жасаушы мамандарымыз өздері жасады. Енді осыны неге пайдалана бермейміз? Соларды анау жаңағы біздегі енді өздеріңізге белгілі латын әліпбиі жаңағы барлық басқа жаңағы дыбыстарды таңбалауға жеткенімен біздің өзімізге тән жаңағы Ö, Қ деген сияқты, ң деген сияқты әріптерге келген кезде оларда гректерде жаңағы нелерде латындарда жоқ, латын әліпбиінде. Оларды басқа таңбалармен таңбалау керек. Осы кезде мәселен жаңағындай осындай қажеттілік туындады. Сонда жаңағы зерттей келе, мәселен Әзербайжан өздеріне мына ә деген дыбысты бренд ретінде қалдырды. Бүкіл жаңағы ненің ішінде. Өйткені Әзербайжаннан басталады оларда. Сөйтіп жаңағындай ә дыбысын қалдырып, енді олар жаңағы біз осы кейінгі осы мына соны мысалға келтіріп, осы әні Әзербайжан қалдырды ғой.
неге біз қалдыра алмаймыз деген сияқты мәселелер болды. Сондықтан біз оларменен жаңағы сөйлестік. Осы кезде сол жаңағы солардың ғалымы жаңағы Елчин Ибрахимов деген мырза бізге арнайы хат жіберді. Сол хатында айтады, сендер біз жіберген қателікті жібермеңіздер, бауырлар дейді. Біз қазір осы әдібісінен жаңағындай қиыншылық шегіп жатырмыз дейді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бұл жаңағы мысалы бұл тек қана өзіміздің ішімізде ғана жазылатын дүние емес қой. Ертеңгі күні ол деген мысалы шетелден жаңағы бірде жаңа банк саласында жұмыс жасау керек болады. Мына басқа айтайық ғылым саласында жұмыс жасау керек болады. Сіз интернетте жұмыс жасайсыз. Сол кезде мынау жаңағы былай айтқан кезде бұл әлгі мына құрамға кірмейтін чужой дейді ғой орыстар. Жаңағы дыбысты лақтырып тастайды. Орнына жаңағы төртбұрыш тұрып қалады, басқа нәрсе тұрып қалады. Сөйтіп, бұны қайтадан қолдан жасауға тура келеді. Сондықтан да бізде мына жаңағы әлгі ұлттық әріптерде мына кириллді пайдалану мәселесі жаңағындай осындай нәрселерге тап болды. Біріншіден, екіншіден мынау әлемдік тәжірибелерді зерттеуде мәселен айтайық, мынау біз деген жаңа жетпеген дыбыстарды алдық дедік қой. Солардың айтайық мынау әлгі мына бревис, седил дейміз. Бұл жерде енді мен айта кетейін, жаңағы қандай ерекшелігі бар деген нәрселерде. Біз енді басқа мынау нелерден алдыңғы жаңағы әліпбилерден ерекшелігі бұл жолғы біздің мына жаңағы жасалып жатқан осы жолғы әліпбиде 31 таңба бар. Мысалы енді мынау бұрынғы кириллді әріпімізде 42 дыбыс әріп болатын болса, енді бұл жерде 31 таңба бар. Сол жаңағы әріптердің саны 31. Бұлардың ішінде енді жаңағы айтып отырмыз ғой, жаңағы бізде әріптер жетпегендіктен диакритикалар, яғни кейбір басқа таңбаларды алуға тура келді. Жаңағы кейбіреулердің үстіне төшкісі бар деген сияқты, басқа деген сияқты. Осылардың мәселен жаңағы бізге қандай оның қажеттілігі бар ма, неге қажет деген нәрселер бойынша осы ғылыми жаңағы деректерге сүйенуге тура келді. Осындай жаңағы зерттеулер жасауға тура келді осындай. Жаңа енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, мынау диакритикалық таңбалар. Жалпы осы диакритикалық таңбаларды қандай бір ғылыми негізге сүйеніп пайдаландыңыздар? Енді ғылыми негізге сүйенген кезде біздің айтып отырған нәрсеміз бұл енді жаңағы өзіңіз білесіз, мысалы жаңағы айттық қой, диакритикаларда біз мәселен 4 түрі бізге қазіргі осы жаңа алфавитімізде 4 түрлі диакритика бар. Бұлар жаңағы үмілаут, макрон, седил, бревис деп аталады. Бұларды жаңағы енді оларды бұл жаңағы мәселені айтайық, мынау мен осы жерден мүмкін бар болса қазір көрсетсем де болады. Ау. Иә, бар болса қазір көрсетуге де болады жаңағы әліпбилерді. Мінекей, мынандай да, мінекей. Мынау тұрған жаңағы мына А, Ү дыбыстарында үстілерінде 2-2 точкадан тұр. Бұлар мысалы мынау үмілаут, бревис үмілаут деген мінекей осы да. Енді бұлай Иә, мінекей, мынаны сізде көріп өттіңіз, енді мынандай да. Енді сонда мынау әлгі үмілаутты алып, мысалы бұрынғы біздің немен айырмашылығы неде еді мысалы да, ол басқаша болды ғой. Енді мыналардың үстіне осы төшкілерді қойған кезде, мыналарды алған кезде не себептен алынды деген кезде, бұл біріншіден барлық зерттеулер жасаған кезде мына түрік, Әзербайжан, түркмен, неміс, фин және басқа да 30-дан астам елдерде әліпбиінде жіңішке дауыстарды белгілейді. Бұлар жеке таңбасын жасайтын диакритикалық белгі ретінде қабылданады. Халықаралық жазу практикасында танымалдылығы өте жоғары. Сондықтан да біз мінекей осылай алып отырмыз да. Мысалы мынау Г дыбысы деп айтайық та, мысалы. Мынау жаңағы мінекей Г дыбысы екінші бревиспен белгіленіп тұр. Бұл жерде бұл жаңағы айтайық, бұл 20-дан астам елдердің тілдерінде жаңағы белгіленеді. Қысқа дыбыстарды белгіледі, жаңағы тамақтан шығатын да, мысалы Г деген сияқты. Одан кейін мысалы тильде деп тұрмыз. Мынау үстінде жаңағы несі бар. Бұл мынау мұрын дыбыстарын белгіленеді. Содан кейін мысалы макрон деген нәрсе бар. Мысалы бұл жаңағы мына көріп тұрсыздар, мына жерде мынау жаңағы дауысты дыбыстардың созылыңқылығын білдіреді. Сол сияқты мысалы жаңағы мына ш деген дыбыстар, мысалы жаңағы шипащий дейді ғой, бұл дыбыстарда бұл мысалы седил жаңағы несі қойылып отыр. Осы сияқты бұлардың бәрінің әрқайсысының ерекшеліктері бар.
Каковы новые правила правописания? В чем их различие от предыдущих? Вот в обществе высказывалось много мнений по этому поводу, в том числе и замечания. В итоге к чему мы пришли? Любое правило описывает сущность какой-то вещи, какое явление. Язык такое явление, что оно веками создавался, имеет свою внешнюю, внутреннюю систему, да, свою. Язык, как скажем, это как организм. Этот организм надо описывать. Для чего описывать? Чтобы это усвоить, этот организм, язык усвоить, и на этом языке творить, создавать, писать, да? Для этого создается правило. Правило языка, как бы, скажем, конституция языка. Значит, все люди, носители языка, должны придерживаться определенных правил. Если такое правило не будет, то языковая система нарушается, язык не поднимается на следующую свою культурную, духовную уровень, остается сейчас как первобытным или там феодальным строе. Поэтому каждый язык, он создавался естеством, но он стилистически открывал свои потенциалы, свои возможности посредством и таких же правил. Да? И по этим правилам писали классики, писали, сегодня пишем. Есть разные правила для разных стилей, жанров. Первое различие по поводу вашего вопроса было в кириллическом алфавите 42 буквы. Стало 31. Значит, отпадает буквы, отпали лишние буквы, да? Скажем, лишние, вот это как бы рабочее название. И вместе с этими буквами исчезли и правила. Мы не будем сейчас обучать, как пишется я, ю, щи, мягкий знак, твердый знак. Просто их на нашем алфавите их нету. Их не должно было, и они вот, в советское время притворялись, их сейчас нету. Да? Это первое. Второе, правило словообразования, написание слова повторяли орфографию русского языка. Ну, должны были по всем Советском Союзе, следом русского народа, русского языка должны были, обязаны были. Это уже советское прошлое, да, советское прошлое. И как мы в экономике отказались от исторических там канонов, стандартов, мы отказываемся от и таких же языковых стандартов, которые нам чужды нашему языку. Русский язык богатый язык, может быть великий язык, но у них другая языковая система. Он язык вообще другой языковой системой. Нам казахский язык совсем другой системы. У них словообразование, понятийный смысл, совсем. Это два мира. Теперь вот в советское время перенесли правила, некоторые правила с одного мира к другому миру. Казахский язык это не принимал, но он как письменно оформился. Теперь вот посредством реформы языка мы выводим их, и вся правила будут строиться на природную основу, да, на естественную основу казахского языка. Вот главное отличие. А там еще состоит из 9 главных параграфов, и каждый параграф обговорено про описание слов. Да, словосочетание, как пишется, да, имена людей, как пишется, географические названия, как пишется, как соединяются там, скажем, падежи, скажем, да, и все это обговорено, это такой документ, это свод правил всего 25 страниц, но это 25 страниц, 9 параграфов полностью охватывает правила казахского, орфографические правила казахского языка. Шынында біздің жастарымыз, мысалы, тіпті үлкендеріміздің өзі орыс тілінің фонетикасына сүйеніп сөйлейді. Мысалы, аю десе аю, қалай жазылады, сол бойынша оқитындай. Пишем роман, говорим роман. Да. Мы или должны писать роман и роман, или писать роман, говорить роман, тоже роман. Ага. Потом я хочу вот для русскоязычного читателя, если возможно, слушателя, добавить адеке вот, на международных основах, на научных основах нашего алфавита. В мире существует такая авторитетная организация, называется Международная фонетическая ассоциация. МФА называется. Вот как есть международный валютный фонд такой, да, скажем, да, вот международный авторитетный бывает, ЮНЕСКО, ООН,
Это как бы ООН алфавитов, скажем, вот, чтобы слушателям было легко усвоить. Это штаб-квартира находится в городе Лондоне, на столице Великобритании. Существует, он организовался в 1886 году. Еще со времен Абая это существовал. И там есть схема, скажем, или там фонд латинских букв и знаков. Таких букв 52 и знаков 109. Мы все берем отсюда. Это как бы фонд. Этот фонд всем узнаваем, все знают. Да? И, значит, как бы мировое соглашение, это обговоренность фонетиков. Если напишут бревис, он уже, африканский филолог знает, для чего ставится бревис. Если ставится умляут, малайзийские ученые, или китайские ученые, или американские, они знают, это для мягкого гласного. Везде так принято. Вот Адикин показал, более 130 странах, более 20, они берут. Но некоторые наши статистики думают, это умляют поставил, это турецкий алфавит. Это не турецкий. Турецкий алфавит тоже отсюда взял в 28 году. В 20-х годах мы тоже отсюда брали. Как бы вот мы пишем кальций, везде пишется сакальций. Да? H2O, и в Африке пишется H2O, и в Японии пишется. Это непереводимо. И вот так, и в бревис, это как бы международные символы. Как правило дорожного движения, стоп, это везде стоп. Да? Стоять нельзя, это везде стоять нельзя. Вот так вот это бревиси, это муляуты, это макроны, это международные универсальные знаки. Вот акут, про акут он сказал, Адикин, акут обозначает, он не показывает сущность звука. Если не показывает сущность звука, это уже не буква. Каждая буква должна читать А, мы произносим А. Мы, смотря на А, не читаем же Б. А увидели, сразу А говорим. Значит, умляют поставил, он уже более смягченный А. Значит, это Э. Умляют поставил не О, Э. Это уже в обучении, вот, особенно детям, вот обучаем же этим, щелчные звуки, гласные, согласные, вот эти знаки нам напоминают. Это читается так, пишется так, соединяется так. То есть это как бы знаковая система языка, в то же время как бы методическая подпорка, чтобы обучение было легче. Да? И диграфов, конечно, мы отказались, у нас, потому что существует всех тюркских языков один звук, одна буква. Но французы есть буквы, которые 5 букв дают один звук. Даже есть 6 в французском языке. Вот Peugeot. 7 букв читается Peugeot. Слышно только 4 буквы. Рено пишется 7 букв Рено. Ага. Это для романских языков. Латинский алфавит создавался для романских языков. Не для тюркских, не славянских. И то, что совпадает с романским языком, АО, мы оставляем тех же букв. То, что не совпадает, мы уже обязаны ставить диакритики. Новую букву нельзя. Вот А поставили, как он Адикин сказал, А это уникоде есть, но он фиксирован уникод в кириллическом варианте. В латинском варианте он не распознает. Потому что вот эти квадратики выходят. И ученый пишет нам, это была политическая воля азербайджанского правительства, но вы это не повторите. Значит, умляютым ставьте. Как международно принято. И это тоже первостепенное значение, то, что мы, наши разработчики только руководствовались научными принципами, у нас за рубежом, где-то в 50 странах в мире, в десятках странах живут 5 миллионов казахов, которые вне Казахстана живут. И для них это узнаваемо, потому что мы использовали только международные коды. Он в Германии может читать, потому что знает диакритика для чего ставится. Германия, умляут тоже есть в Германии. Это умляут, да, есть в Германии, это в немецком языке. А читается. И он на казахском А читается, и на немецком А читается. То есть узнаваем. Эти 5 миллионов казахов везде, где бы они находились, не Австралии, не Новой Зеландии, они вот будут быстро освоить этот алфавит. А если мы придумаем что-нибудь новое, это уже будет хаос, как стихийно будет. И это нам позволяет, что казахи своей многовековой истории впервые создали общий алфавит для всех казахов, которые живут на земном шаре.
Да? И вот это уже такого, кириллица нас не объединяла. Арабица тогда еще грамотный, степень грамотности была ниже, да? А сейчас в 21 веке казах объединяет и родство, кровное родство, язык и еще знаковая система. Это уже алфавит. И поэтому это самый важный шаг вперед. Это реформа. Реформа языка – это реформа духа, это реформа нации. Потому что язык – это мы. Мы – это язык. Мы распознаем себе через свой язык. Енді өздеріңіз жаңа әңгіменің барысында да айтып өттіңіздер ғой, мынау әліпби жасау барысында 40-қа жуық үлгілер келіп түсті деп. Енді оның ғылыми негізі бар да, оның мынау өмірде қолдану әдісі де бар. Сынамалар өткізіп көрдіңіздер ме? Сол мынау жаңа әліпби негізінде. Әрине, бұл ең басты мәселе. Өйткені бұл мәселеге тек қана ғылыми тұрғыдан келуге болмайды. Бұл мәселеге кәдімгі іс жүзінде, тәжірибе жүзінде, былай айтқанда теорияда былай болғанмен, ертең жазып, айтып, жаңағындай оқып көрген кезде, тіпті жазу жылдамдығымен көрген кезде ол басқаша болып шығуы мүмкін. Сондықтан да бұл мәселе бізде ғалымдармен зерттеленді. Ғалымдар әбден бұны жан-жақты зерделеп зерттеді. Одан кейін бұл жаңағы арнайы, бұл айтқан кезде жаңағы апробациялар өткізілді. Сөйтіп бізде республика бойынша 2 рет осындай апробациялық жұмыстар өткізілді. Бұл жаңағы студенттердің арасында, мұғалімдердің арасында, жаңағы мектеп оқушыларының арасында, бұдан бөлек жаңағы осы жазушылар одағының жаңағы несінде зиялылар арасында, одан бөлек тағы да мына ненің Нұр Отанның жастар қанатының арасында осындай кәдімгі мына жаңағындай апробациялық жұмыстар, тәжірибелер өткізілді. Сөйтіп оларды жаңағы жазып көру, диктант жазғызу, бұдан бөлек мысалы жаңағы оқушылардың арасында осылармен жазған кезде қаншалықты ол жаңағы дұрыс шығады, қалай қабылдайды, қалай тез жазылады, және жаңағы дәл осы жаңағы әріпті соны бере алады ма, тағы да басқа толып жатқан критерийлер бойынша бұл қаралып шықты. Сөйтіп енді былай айту керек, бұл енді бәрін бірдей жаңағы 40 әріптің бәріне жазғыздық деген әңгіме ойытылмау керек. Бұл жерде олардың барлығы жаңа айтылдық қой, олардың барлығын елеп екшеп әліпбилерді, солардың ішіндегі мәселен жаңа ғалымдардың өздері былай ұсынып жасаған мынау жаңағы жан-жақты талапқа сай келеді деген әліпбилерді біз алғашқыда 3 әліпбиді бердік. Жаңағы жаңағы былай айтқанда апробациядан өткізуге 3 әліпбидің ішінен жаңағы 2-еуі жақсы өтіп шықты. Одан кейіннен тағы да жаңағы осылай ұсыныстар болды. Солармен тағы да кейіннен осылай тағы да 3 әліпбиді бердік. Сөйтіп ең соңында келген кезде жаңағы іріктеле келіп, ең соңында осы жаңағы ғалымдарымыз жан-жақты орфографиялық жұмыс тобы мақұлдаған бір осы қазіргі президентіміз мақұлдап отырған әліпбиге келіп жақындадық. Бұл жаңағы былай айтқан кезде барлық осындай нелерден, тексерулерден, зерттеулерден өткен әліпби. Возвращаясь к вопросу правописания, ученые отмечают, что будут изменения какие-то в написании имен людей, географических названий. Вот в связи с этим планируется разработать какие-то стандарты, будут разработаться правила? Называется правило. Есть 2 правила. Правило правописания имен и правило описания ономастических графических названий. Обе правила уже разработаны, они уже почти готовы. Тоже ждем утверждения новой версии алфавита, нового варианта. Разработчики, ученые Института языкознания имени Ахмеда Байтуснула, который находится в Алматы, это головной научно-исследовательский наш главная языковая организация, научная организация. Они разработали уже, мы 2 раза их слушали, были 2 раза слушания, были кое-какие замечания. И в то же время они делают свод, словарь, скажем, такой фонд фамилий и имен. И казахских, и проживающих в других этносов, которые будут писаться на казахском варианте, на латинице. Да? Александр может писаться на русском языке, и казахский текст Александр пишется на казахском языке. Скажем, там пишется Чапаев, скажем, там что нету, что теперь как будет писаться, скажем, да? Дементьев, там мягких знаков нету, да?
Или Штепель, такой немецкий фамилия, там мягких знака нет. Вот это все момент учитывается, они вот это, теперь создали правила, разработали, и теперь под эти правила сейчас готовят свод имен. Все, это тысячи имен. Советское время, к сожалению, у нас, вот я знаю такой пример, запал в сознание, Мөлдер, это имя девушки, вот, когда вот сдают же, на Казправде, Игорь Казахстан опубликуется, там Мөлдер пишется в 14 вариантах. Мөлдер это такое, нетрудное имя, Мулдир, Малдир, Мельдир, Молдир, или без И, без и вот это все укореняется. Теперь вот мы пишем, и тоже это относится к реформам, или наши названия сел, городов, да, вот искаженные, есть же искаженные, вот Кащи говорят, Кошо, и да, иногда Кащи пишут даже это. Ну, такого слова нет, это Кошо, вот так. И вот это, я сказал, как сказал, вот это выше название готовить, мы, когда будет утверждаться новый алфавит, это мы выводим на ученую среду, еще раз обговорим, еще раз истолкуем это правило, и тоже она будет утверждаться вместе со словарем географических имен, имен людей и ономастических имен, тоже словарь. И в то же время готовится отдельно орфографический словарь, новый словарь, орфоэпический словарь. У нас последний словарь утвержден официально аж в 1983 году. У нас в независимости словарь не утверждался. А вот в развитых странах, во Франции, скажем, раз в 2 года утверждается новый словарь орфографии, потому что приходят новые слова, их надо фиксировать, чтобы они правильно писали. У нас 83 года, сколько лет уже? Почти 38 лет прошло, а вот теперь это впервые в истории независимого государства, вот благодаря латинице, будем первый раз правильно утверждаться через комитет по языкам орфографический словарь русско-казахского языка и орфоэпический словарь казахского языка. Это будет языковая норма. Это тоже составная часть языковой реформы, о чем говорил глава государства. Енді президентіміз әліпбидің соңғы нұсқасын мақұлдады. Тап қазір қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Дайындық жұмыстары қалай? Әрине, енді қазіргі уақытта тағы да осы аздаған пысықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мынау енді жақын уақытта осы қаңтардың ішінде бұйыртса мына қазақ тілін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық комиссияға ұсынатын боламыз үкімет қасындағы. Сол үкімет жаңағы комиссия қарап шыққаннан кейін ар жағында бұл жаңағы мынау 1 наурызға дейін, осы наурызға дейін ақпанның ішінде бұл жаңағы жоба қаралып президентке ұсынылады деген ойымыз бар. Енді қазіргі уақытта енді жасалып жатқан дүниелер біз енді осы уақытты пайдаланып, қазір жаңағы ертеңгі күні әліпбиіміз дайын болған кезде жаңағы емле, сонымен бірге ары қарай да жасалатын жұмыстар дайын тұру керек қой. Сондықтан қазір емле ережелерін жетілдіріп, біз осы ертеңгі күні жаңағы ұлттық комиссияда қаралған кезде әліпбимен бірге емлені және жаңағы осы өзіміз пайдаланатын пернетақтаны қосып ұсынып отырмыз. Пернетақтаны да бұл жерде айта кету керек. Ол жаңағындай бірнеше жаңағы үлгілері болды. Ол осы ғалымдарымызбен жаңағы жан-жақты талқыланды. Сөйтіп осы пернетақтаның 3 үлгісінің ішінен бір үлгіні алып шықтық. Яғни бұл жаңағы бұл айтқан кезде жазуға басқа да жағы бүкіл жағынан қолайлы деген техник ғалымдардың өздерінің жаңағы ұсыныстары менен жаңағы қорытындылары менен осылай қабылданды. Ендігі мәселе өздеріңізге белгілі, осы 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен президент бекітіп жарлық шыққаннан кейін ары қарай жұмыс жасауымыз керек, кезең-кезеңмен өтуге байланысты. Енді басты мәселе белгілі нәрсе ертең ең алдымен жаңағы сол латын әліпбиіне және латын әліпбиіне қатысты емле ережелерін жаңағы алдымен соларды үйрететін оқытушыларды жинап,
соларды оқытулар өткіземіз. Мүмкін онлайн түрінде болады. Бұл жаңағындай мынау электронды біздің әлгі ақпарат құралдарымыз бойынша болады. Жалпы осылай жаңағы жаппай оқыту жүргізіледі. Одан кейінгі жаңағы этап енді ол адамдар жаңағы мұғалімдеріміз барып жергілікті жерлерде ол жаңағы ары қарай сол мысалы мектептерде мұғалімдер жаңағы сол өздерінің оқушыларын басқаларды оқытады деген сияқты осындай жаңағы процесс басталады. Жаңағы Ерекең айтып өтті, енді бұл осыған байланысты бізде жаңағы үлкен орфографиялық, орфоэпиялық сөздіктер жасалады. Бұлар жаңағы анықтамалар әзірленеді. Бұл уақыт жаңағы сол алдағы уақыттың жұмысы. Жаңағы сонымен бірге мысалы ересек адамдардың жаңағы үйренуіне мынау бізде өздеріңіз білесіздер, барлық мынау жаңағы өңірлерде, жаңағы барлық облыстарда тіл басқармалары бар. Сол тіл басқармаларының қасынан жаңағындай бұл айтқанда 99 оқыту орталықтары бар. Одан бөлек жаңағындай 500-ге жуық жекеменшік оқыту орталықтары бар. Енді олардың бір қатары жаңағы басқа да тілдерді оқытады, мәселен жаңағы ағылшын тілін деген сияқты. Бірақ енді олардың барлығын жұмылдыра отырып, олардың санын көбейте отырып, ертеңгі күні осы жаңағы 18 жастан жоғары қарай қандай азаматтар егер тіл үйренуге ұсыныс білдіретін болса, ниет білдіретін болса, сол адамдарды оқыту жұмыстары басталады. Оның ар жағында енді жаңағы мысалы мынау біздегі мына мемлекеттік қызметтегі іс қағаздары бірте-бірте ақырындап жаңағы осы латын әліпбиіне өте бастайды. Сол сияқты мысалы мынау жаңағы географиялық карталар, басқа дүниелер деген сияқты одан кейінгі этаптарда мысалы мынау әлгі біздің төлқұжаттарымыздың осы латын әліпбиіне жаңағындай таңбасына қарай көшуі басталады. Осындай жаңағы жұмыстар атқарылады негізінен. В связи с внедрением нового алфавита наверняка будут разрабатываться какие-то IT-проекты, да, новые? Да, конечно. Можете о них поподробнее рассказать, где с ними могут ознакомиться? Да, сейчас мы живем в стандартизации, цифровизации, IT-технологий, да, век. В первую очередь IT-мобильные приложения, вот IT-проекты будут разрабатываться для обучения, для распространения алфавита и его орфографических правил. В первую очередь это обучающие, то есть, да, обучающие. Не каждый может, вот, выше назван центр обучаться, да? Может кто-то дома, может кто-то сходить не может, да? Тогда каждый будет через сайт у нас Казлатын KZ, Емле KZ, Тлярема KZ. Вот этих 3 сайта будут размещаться вот эти технологии, которые будут обучать в онлайн-режиме. Будет укороченный вариант, и более такой содержательный, более, скажем, более такой продвинутый вариант. Кто спешит, кому что надо, он с такого минимального варианта может, и там максимально, кто еще глубже хочет, да, мы даем выбор для нашего населения. Это во-первых. Во-вторых, вот главный технологический проект, IT-проект, это, конечно, конвертер. Или перекодировка с одной знаковой системы в другую. У нас сейчас она работает, на базе Акута работает уже. Там посещение более миллиона, я не ошибаюсь. Там уже перевели более 900 тысяч страниц уже на Акут. Да, сейчас. Мы сейчас вот это разрабатываем. Как будет утверждаться, это уж технически немного времени займет. Это уже будет по версии нового алфавита. Акут убирается, но пока Акут там стоит. Да? Теперь у нас вот с кириллицы на латинскую кириллицу, и с учетом, что 2 миллиона казахов живут в Китайской Народной Республике, мы еще там арабику ввели. Это алфавит Байтурсынова. Теперь у нас 6 операций. Да? С кириллицы на латинцу, на арабику, даже 9 операций. 3 языка, 9 операций между собой. Можно с кириллицы, минуя латин, сразу на арабику. Или минуя арабику на кириллицу, или наоборот. Вот это главное будет. И некоторые наши писатели, в частности, говорят, поэты говорят, что, я думаю, в некотором смысле далек я от этих дел. Они говорят, что мы вот тысячелетняя, у нас рукопись, у нас культурное наследие, мы в один день станем безграмотными, так не бывает. В 29 году, когда латиницу перешли, в 33 году был страшный голод. В 40 году на кириллицу пошли, через год начался Великая Отечественная война.
казах никогда не остался безграмотным. И даже такое же время, суровое время, да, вышли академики, да, обучался. Вот Мухагали Махатаев в школе обучался, он начальник школы. Шерхан Муртаза начальник, Абджамил Нурпейсов, да. Потом они половину школы на матице учились, половина на кириллице. Но вышли такие академики, такие люди, такие светила казахские науки, да. А сейчас, в 21 веке, когда в кармане твое мобильное приложение, ты вопрос задаешь, тебе латинец напишет, если хочешь. Там все орфографические правила в твоем кармане. Как может оказаться народ безграмотным? Если посадить в одно время 100 программистов, и конверты туда ввести, да, за одну неделю всю, начиная от Культурина до сегодняшнего дня, вот вчера, 21 января, до 21 егемен Казахстан, можно в одну неделю все перевести на латиницу. Все. Это миллионы, миллиард страниц. Если там не 100, а 1000 посадить программистов, то они сделают уже 10 раз, то есть в один день. Если 10 методистов, это сделать в один час. Это конвертер. Люди раньше 40 года переписывали же, списывали же. А теперь конвертер нажал, текст ввел сам. Есть такой механизм у нас специальный. Ты написал свою автобиографию, нажал, тебе хочешь на кириллицу, хочешь на арабике. Моментально это делается. Абай жолы переводится 4 тома за 11 минут. Это 1600 страниц. И для кто хочет читать, он может читать не арабике, на архоне. Главное, желание было читать. Тарихқа көз жүгіртсек, өткен ғасырдың өзінде 3 рет әліпби ауыстырдық. Ол араб жазуы негізіндегі төте жазу, латынға ауыстық, кириллге өттік. Жалпы осы салыстырмалы түрде қарасақ, бұрынғы әліпбилерден қазіргінің айырмашылығы бар ма? Бар болса, қандай ерекшелігі бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Бұл жерде бір мәселені айтып өту керек. Енді өздеріңіз білесіздер, 1929 жылға дейін біз жаңағы Ахмет Байтұрсынов жасаған араб әліпбиінде болдық. Әліпбиінде болдық. Сол жаңағы 1929 жылы жаңағы Нәзір Төреқұлов жаңағы мынау қазіргі латын әліпбиінің мынандай жаңағы әліпбиін жасап, сол жаңағы біз әліпбиге сол көшетін болдық. Мына жерде көрсетуге болады. Мынау мінекей 1912 жыл менен 1929 жыл аралығында біз осы мына жаңағы араб әліпбиінде болдық. Осындайда. Бұл жерде жаңағы 24 әріп бар болатын, 4 жіңішке дауысты өө деген дыбыстардың таңбасы жоқ. Олар үндестік заңына сәйкес дәйекше белгілесімен ажыратылып келді. Бұларда жаңағы болған жоқ болатын да, мысалы. Одан кейінгі уақытта, мысалы 29 жылдан бері қарай жаңағы Нәзір Төреқұловтың жасаған бастаған ғалымдар ұсынған жоба, бұл қазіргі жетілдірген әліпби жобасына жаңағы мынау осы өзінің әріппесімен қараған кезде осы жолғы әліпбиімізге 17 таңбаға ұқсайды. Иә, сәйкестігі сонда бірдей. Ал енді мынау жаңағы 38 жылы бұл жаңағы Құдайберген Жұбанов ол осы жаңағы әліпбиді одан ары қарай жетілдірген. Сол әліпбименен мысалы енді Жұбановтың ұсынысымен жетілдірілді. Қазіргі жетілдірілген әліпби жобасында бұл да 22 таңба ұқсайды. Яғни бұны біздің айтып отқан себебіміз жаңағы бұл айтқанда біз алдыңғы Ахмет Байтұрсыновтың болмаса жаңағы мына кім Жұбановтың Нәзір Төреқұловтың жаңағы жасаған несінен аттап өтіп кеткеніміз жоқ. Біз олардың бүкіл жаңағы ғылыми солардан ала отырып, солар терең біздің яғни мына жасаудағы біздің тарихымыз тереңде жатыр. Сол жақтан алып отырып, яғни біз кезінде бізге бұл жаңалық емес қой. Біз осы әліпбиде болдық қой. Мінеке көрдіңіз бе, жаңағы 40 жылға дейін, 29-дан 40-қа дейін ғой дейміз. 12 жыл жаңағы біз латын әліпбиінде болдық. Яғни бұл жаңағы бір сұмдық керемет жаңалық емес ол. Бұл біздің бұл айтқанда әр ұлттың өзінің жады деген нәрсесі болады ғой. Сол жаңағы ұлттық жадымызда біздің бар, біздің аталарымыз оқыған, біздің көптеген дүниелеріміз 12 жылдың ішінде жасалған жаңағы тарихи дүниелеріміз сақталып та жатыр. Оны кейде ғалымдарымыз алып оқып жүр. Ата-әжелеріміз сол тілде жазып жүрді. Оларға бұл жат емес. Ал одан кейінгі айтатын нәрсе, енді бұл жаңағы мынау кейін 40 жылдан кейін біз жаңағы мынау неге өттік? Кириллицаға өттік. Кириллицаға өтумен бірге бізде шындығын айту керек, жаңағы біз енді қазір мақтанамыз ғой, біз орысша ең бір таза сөйлейтін біз ұлтпыз деп.
сонымен мақтануға болатын нәрсе емес, соны алдымен сондай сұрақ қою керек та. Өйткені біз осы орыс тілінде жаңағы әліпбиге өту арқылы, солардың жаңағы мына орфографиялық жаңағы ережелермен оқу арқылы біздің сөйлеу аппаратымыз бұзылды. Біздің қазақтар ежелде өйтіп сөйлемеген. Қазіргі біздегі жаңағы аппаратымыз кәдімгі сол жаңағы мына дыбыстарды дыбыстау арқылы біздің аппаратымыз, сөйлеу аппаратымыз өзгерді. Көрдіңіз бе мінекей? Яғни бұл жерде бұл мына латын әліпбиіне көшу арқылы рухани жаңғыру деп елбасы айтты ғой. Рухани жаңғыру деген сөз біздің өзіміздің бұрынғы ұлттық жаңағы өзіміздің құндылықтарымызға қайнар бастауымызға қайта оралу. Осының бірі сол кездегі рухани жаңғыру ретінде осы жаңағы латынға көшуді ұсынудың да мәні осында жатыр мінекей. Сондықтан да жаңағы бұл осындай ерекшеліктері бар. У меня такой вопрос. До сегодняшнего дня многие термины казахского языка были заимствованы из русского. Вот с утверждением нового алфавита возможно ли заимствование терминов из первоисточников, из других языков? Это разумеющийся вопрос, конечно, возможно, но это вопрос не одночасье. Мы по объективным причинам владеем только двумя языками, казахским и русским, или кто-то только с одним языком. И есть миллионы казахстанцев, которые владеют только с русским языком. Это тоже объективность. Да? Исходя из объективности, я думаю, до поры до времени взаимствование остается через русский язык. Через русский язык, это объективно. Мы в один день не откажемся, и отказаться тоже не стоит, не надо. И знание русского языка тоже богатство. Это знание любого языка богатство. Это уже дополнительная система мышления, дополнительное познание мира. Да? Это же хорошо. И наш сосед, скажем, многокилометровая, 1000-километровая, и у нас экономические интеграции, культурные интеграции, образовательные, гуманитарные, какие хочешь, все интеграции главным образом ориентированы на Российскую Федерацию. Это не политический такой, это данность, это историческая данность. Да, мы исполняем эту данность. В то же время у нас сейчас новое поколение растет, обучаются в Англии, в Америке, в Китае, во Франции. И это связано что взаимствовать, что-то взять из первоисточника, мы должны для этого готовить кадров. Не только учителя французского языка или английского языка, который знает систему, грамматическую, языковую, лингвистическую систему казахского языка, скажем, испанского языка. Он уже испанский язычный термин нам будет толковать. Или, скажем, нидерландского языка. Но как такового у нас таких специалистов сегодня имеется же. И поэтому и у нас товары, все экономика, все новости откуда приходят? Приходят через Россию. Россия как бы посредник миром, да? Вот, смотрим российские каналы, да? И вот это как русский язык пока остается языком-посредником. Это означает, что в ближайшее время все-таки будет продолжаться вот эта тенденция, что мы будем объективными. Но больше молодежь будет многоязычным и многовекторным, наши духовно-культурные ориентиры. Тогда и, конечно, будет. Но в идеале должны мы взять из исконно первоисточника должны. Потому что искаженный, не искаженный, а вот для русской речи, для русского уха, скажем, это правильно. Уже для казахского уха уже это не идет. И поэтому, что здесь должно быть первоисточник. В общем, какой бы работе, какое направление мы не двигались, мы должны двигаться с оригинала, с первоисточника, да? С оригинала. Это уже желаемое. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге алғыс айтамыз. Әрине, латын әліпбиі ұлт болашағы үшін жасалып жатқан ұлы қадамдардың бірі. Бұл бастамаға барлығымыз атсалысайық. Аман, сау болыңыздар.